Адамдар саналы тіршілік иелері және 62% адамдар үй жануарлары, оның ішінде иттер болсын, мысықтар болсын, сөздерге түсінеді, адамдардың сөздеріне түсінеді деп ойлайды. Мысалға алғанда ақтөс жат, ақтөс тұр деген сөздерге олар түсіне алады деп ойлайды. Мен де сол нәрсеге сенетінмін, бірақ осы видеоға материалдар жинамастан бұрын. Сонымен қарап көрейікші, олар шынымен адамдардың сөздеріне түсіне алады ма, әлде жоқ па? 1984 жылы Калифорниядағы су жануарларын зерттейтін бір институттан қызықты бір нәрсені байқайды. Сол жердегі жұмыскерлер белуха киттерінің адамдарша дыбыс шығарғанын айтады. Бұларды естігеннен кейін зерттеу тобы сүңгуірлерді жіберіп тағы да естігісі келеді. Және сүңгуірлер жаңағы киттердің шынымен адамдарға ұқсап дыбыс шығарғанын жазып алады. Ағылшынша get out дегенге ұқсайтын дыбыс шығарады. Яғни ағылшынша шығып кет деп аударылады. Және қарап тұрсаңыз, олар мұрнымен сөйлеп жатқан адамдардың дыбысын шығарып жатқан сияқты болып тұрады. Шынымен де киттер негізі дыбыс шығаруы мұрнымен орын алады. Адамдарда тамақ арқылы дыбыс шығарса, олар мұрын арқылы дыбыс шығарады. Осыдан кейін мамандар, ғалымдар арасында олардың шынымен түсінгеннен кейін дыбыс шығарып жатыр ма, әлде жоқ па тұрғысында дискуссия орын алады. Шынымен де олар түсінгеннен кейін дыбыс шығарып жатыр ма, әлде жай ғана тотығыстар сияқты бір нәрсені қайталап жатыр ма? 1891 жылы Германиядағы мектептерінде мұғалім болып жұмыс жасап жүрген Вильгельм ван Остен жануарларға бастапқы математиканы үйретуге болады деп ойлайды. Яғни қосу, алу дегендерді. Осы себеппен ол мысыққа, аюға және атқа, жылқыға математиканы түсіндіруді бастайды. Мысық тек ұйықтай береді және еш нәрсені ойлағысы келмейді, сол үшін мүлдем мүмкін болмады. Аю өте агрессивті аң, бір орында отыра алмайды, оған да өте қиын болды. Ал жылқы керемет нәтижелер көрсетті. Ганс деп аталатын жылқы тақтадан жазылған санды өзінің тұяғын жерге тепкілеу арқылы көрсете алды. Бұл керемет нәтиже еді. Мысалы, Ван Остен 3 деп жазса, жаңағы ат тұяғын 3 рет жерге ұратын еді. Осыдан кейін Ван Остен қосу алу амалдарын үйреткісі келеді және ойдағыдай шығады. Мысалға, 1+1 деген кезде ат тұяғын 2 рет тепкілейді. Және осы нәтижелерді көрген Ван Остен осы нәрсені бүкіл Германияға демонстрациялағысы келеді. Яғни атын бүкіл Германияға көрсеткісі келеді. Және бұны естігеннен кейін Оскар Фунст есімді бір психолог жаңағы Ван Остенмен бірге эксперимент жасағысы келеді. Ол шынымен де ат түсінгеннен кейін есепті шығарып жатыр ма, әлде жоқ па екенін ұғынғысы келеді. Және Ван Остен мен жаңағы Оскар Фунст бірге кездесіп, бірге эксперимент жасайды. Жаңағы атты қайтадан тексеріп көргісі келеді. Және Ван Остен сұраған бүкіл сандарды жаңағы ат 80%-ға жуық дәлме-дәл көрсете алған. Енді Оскар Фунст бүкіл нәрсеге детальды қарай бастайды және мына нәрсені байқайды. Ат жауап бере бастаған кезде Ван Остеннің бетіне қарап тұрып, мұқият қарап тұрып жауап беретінін көреді. Яғни Ван Остеннің бетіне байланысты жауап беретінін көреді. Шешкеннен емес, математиканы түсінгеннен емес, санды түсінгеннен емес, жай ғана Ван Остеннің бетіне мұқият қарап тұрады және Ван Остен жаңағы санға жақындап қалған кезде тұяқтың тебісінің саны жай ғана күлімсіреуді бастайды және бұл нәрсені аңғарады. Оскар Фунст өзі жаңағы аттан басқа сандарды сұраған кезде ол жауап бере алмай қалады. Яғни Ван Остеннің бетіне мұқият қарау арқылы жауап бергенін көреді. Осыдан кейін бұл нәрсе Ганс атының ақылды Ганс әсері деген есіммен қалады ғылымда. Енді мына бір горилла туралы айтайықшы. Оның есімі Коко және ол кішкентай кезінен ыммен сөйлеуді үйренген болатын және 1000-ға дейін сөз білген. Одан басқа ағылшын тіліндегі 2000 сөзді түсіне алған. Осы таланты үшін ол өте көп диссертациялардың, ғылыми журналдардың, ғылыми шоулардың басты кейіпкері болып үлгерді. Кейбір психологтар бірақ Коконы 1000 сөзді біледі және ағылшынша 2000 сөзді түсіне алады дегенге күмәнмен қарайды. Тіпті Коко шынымен түсінеді ме әлде жоқ па тұрғысында өте көп дискуссиялар болған. Олардың ойынша бұл жай ғана оперантты жағдай. Яғни Коко тіл білгеннен кейін ыммен сөйлеген жоқ, жай ғана соңында берілетін сыйлыққа байланысты керемет нәтижелер көрсетті.
Бірақ бұлай айту орынсыз сияқты, өйткені Коко жаңағы білетін мың сөзінен басқа да сөздерді өздігінше көрсете алатын. Мысалға, айналасындағы көрген нәрселерді өздігінше көрсете алатын. Мысалға алайықшы, Сақина деген сөзді ол саусақты және браслетті көрсету арқылы түсіндіретін. Яғни шынымен де Сақина ол саусаққа киетін браслет емес пе? Дельфиндер де планетаның ең ақылды жануарлары саналады. 1984 жылғы ғылыми эксперименттерде екі дельфин адамның тілін түсінуге үйретілді. Және мынадай эксперимент орын алды. Су түбінде жүрген кезде немесе әйтеуір бір жүзіп жүргенде оларға өте қиын командалар берілді. Мысалға, қызыл домалақ нәрсені бері әкел деген сияқты. Сіз итке бір сөзбен ғана түсіндіре аласыз, отыр, жат деген сияқты. Бірақ оның өзінде кейбір кезде бұл ақылды ганс әсерінен кейін болып кетеді. Ал мына дельфиндер қатарынан 6-7 сөзді бір сөйлем сияқты түсіне алады. Және бұл таңғаларлық еді. Енді жаңағы ақылды ганс әсері немесе оперантты жағдай деп айтып жатырмыз. Бұлардан да өте үлкен нәтижелерді көруімізге болады. Өйткені бұл нәрселер жай ғана зерттелген кішкентай ғана бөлік. Жануарлар патшалығында бұдан да өте қызықты нәрселер болуы мүмкін. Коко немесе ақылды дельфиндер иесінің бетін өте мұқият бақылай алған ганстан да керемет нәтижелерді көруімізге болады. Өйткені мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Сіздермен бірге болған Дархан. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Арнада бірінші болсаңыздар келіп кетіңіз және біздің ВК, Инстаграм парақшаларымыз туралы ұмытпаңыз. Видеомыз тәмам. Келесі видеоларда жүздескенше.